Ардагер Амангелді ердің ері, кең өріс жалпақ дала туған жері, елі мен мекенінің туын ұстап, қол бастап, қан майданда аққан тері деп, ғасыр жасаған ұлы ақын Жамбыл Жабаев, батырдың өр рухын бейнелесе, қазақтың тұңғыш киносы Амангелді фильмінде әйгілі актер Елубай Өмірзақов халық батыры Амангелдінің өр тұлғасына қайтадан жан бітірді. Ол мәңгілік өлмес, ғажайып бейне болып, дәуірден дәуірге жете беретін кесек образдың бірі еді. Бұл мен 1919 жылы Қостанайда қымыз сататын бір Ағайша дейтін келіншек болды. Соған шығарған әліме дост. Соны айтып берейін қазір. Sen qandayın qarağım, men qandayım, altın taxta sen qadım. Men qandayım, ağa şayı köngülü жақсы tamaşa. Bu döşekten bazırdım, gavherinday, qar sabahın jarqıldan. Rakmanda ağayşayı köngülü жақсы tamaşa. Kanдар mingini qaralapta жалпағады қойындай, татулықтың белгісінде қой көзді баяндай. Баянда тәлім айыңдай, аяңда сағаяндай. Кедеке өмез домбыра, осыдай байқайсады бәнтірді. Жасыда Ағайшайы көңілі жақсы тамаша. Бекер қара, бекер жан, бұтырған шай, бұзбадағы болмайма. Осыда Ағайшайы көңілі жақсы тамаша. Қандар мінгіні қаралықта жастарады қойындай, татулықтың күйісінде қойды көзбей баяндай. Баянда тәлім айыңдай, аяңда сағаяндай. Мені осындай күлдіргендерді айтып жүрмін. Елубай Өмірзақов жасаған қазақ сахнасында, қазақ киносында, қазақ радиосында, қазақ эфиріндағы дүниелері бұл қазақтың театр өнерінің қандай дәрежеде екенін, неге жеткен жетістігін, қандай таланттардың болғанын көрсететін дүние. Бұл театрдың құрылғалы сонау 20 жылдан бастап Ауыз театрының көзі жұмылғанға дейін сол театрда берекелі жұмыс істеген, алғыр жұмыс істеген, үлкен образдар жасаған, артына үлкен актерлік мектеп қалдырған адам бұл кісі. Бақ жанып, осы Елағанмен кезінде біз бала кезімізде, мүлде жас кезімізде, консерватория бітіре сала Ауыз театрына барған жұмысымызда Құдай жазып кездестік. Мен сол жылдары сол театрда 3-4 пьеса қойдым, 3-4-іне де қатыстық. Сонда мен ол кісінің бүгінгі дейін бет әлпеті алғай көз алдымда елден ерте келетін театр. Ерте кеп театрның айналасында бұлай жүретін мұра қазіргі Мүсірепов атындағы театр. Алғай менің есімде қалғаны бұл кісі көңілді жүретін, қағыле жүретін, ширақ жүретін, кездескен адамның іші ойынына кіріп кетіп әңгімешіл болатын. Біз қазір осы қазақтың ұлы шалдарын еске алсақ, бір үлкен бір дүниені
жоғалтқанымызда үлкен бір ақсақалдықты, даналықты, бір кеңдікті, жомарттықты жоғалтқандай боламыз. Серке Қожамқұлов, Елубай Өмірзақ, Қапан Бадыров, үш ақсақал осы әуезов театрының бүгінгідей дүние әлемге танылуына, оның репертуары менен ондағы жасалған бейнелердің молдық жағынан келген кезде солар үлкен әлгі орысша пророк дейміз пайғамбарлар. Адами қасиет жағынан болсын, жұмыс істеу тәсілі болсын, ұлттық мінез жасауда, ұлттық образдар жасауда бұл кісілер кәдімгі әлгі орыстың Шепкин дейміз ғой. Сонда Шепкин сынды үлкен ұлы актерлар болды. 1976 жылы Жалын баспасынан Қазақ СССР халық артисі, КСРО және Қазақ СССР мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты, қазақ театры мен сахна өнерінің негізін салушылардың бірі Елубай Өмірзақовтың «Ұстаздарым, достарым» деген атпен жарық көрген кітабында өмірге көзімді ашып, үлкен өнер жолына түсуіме себепші болып, жәрдемін тигізген адам марқұм Бейімбет Майлин. Бейімбет мені 1921 жылы Қостанайдағы милициялар даярлайтын 6 айлық курсқа жіберді. Оқуды бітірісімен Енеске келіп қызмет істедім. Ал жұмыстан қолым бос кездерінде мектеп оқушылары арасында көркем үйірме ұйымдастырып, ойын-сауық кештерін өткізіп жүрдім. Бейімбеттің мені елде бастаған үйірмеден үлкен сахнаға дейін сүйреген, өлшеусіз көмегін айтып жеткізе алмаспын деп ағынан жарылады. Елубай Өмірзақов 1899 жылы Қостанай облысының Таран ауданында дүниеге келген. Первая группа и первый спектакль. Ерлік кебе. 1924 жылы Орынбор қаласында қойылған Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебегі және Ерданаевтың Малқамбайында Өмірзақов Абыз бен Малқамбай рөлдерінде ойнайды. Бұл актердің сахналық өнерге бүтіндей бет бұруына даңғыл жол ашқан алғашқы сапар еді. 1926 жылдан бастап Қызылорда қаласындағы Қазақ драма театрының алғашқы актері, ұлттық кәсіби театрымыздың белсенді ұйымдастырушыларының бірі болды. Елағаң театрдың үздік көркем қойылымдарында жетекші рөлдерді кемеліне келтіре орындады. Әуезовтің Еңлік кебек, Гогольдің Үйлену, Ревизор, Ғабит Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоқты, Бейімбет Майлиннің Майдан және тағы басқа пьесаларының негізгі қатысушысы болған. 1936 жылы КСРО астанасы Мәскеуде өткен қазақ өнерінің 10 күндігіне қатысты. Елубай Өмірзақов қазақтың опера және балет театрының шаңырағын көтеріп, уығын қадаған дара тұлғаларымыздың қатарында жүрді. Сол кездері қойылған Айман Шолпан, Жалбыр атты музыкалық қойылымдарда айрықша шеберлік танытып, жекелеген концерттерге әнші ретінде де қатысты. Әйгілі актер әсіресе комедиялық рөлдердің озық орындаушысы болды. Buradan gelgen şereflik, derge dev kesip buyurmasın. Gözlü kız, diriştire var. Бұрынғы пьесалардың барлығында мына дивана дейді ғой. Осындай кейіпкерлер көп болған. Бұл кісі осыны көп ойнады. Бәрінде ойнап шыққан адам. Бірақ әрқайсысы әртүрлі болған. Мұхаңның бұл кісіге берген бағасы бар. Дивана залға шыға келгенде дейді, бірінші қатарда отырған бәріміз секем алып қалды дейді. Ананың құдіреттігі соншалықты біздің бойымызға бір қорқыныш сезімін алып шықты сахнаға дейді. Басында шошайған қалпағы бар, үстінде ақ қалат, кеудесі ашық, оның тағы да өзі әр жерден бір жүн салған ба, сондай нелері бар. Содан кейін ылғи екі аяғын тұрмай, тауық сияқты бір аяғын көтеріп тұрады, ана жерде таяққа сүйген. Екі көзінде от жанып тұрған сияқты дейді. Өзі бүкіл халықта өзіне тартып алатын бір албасты қасиеті болған дейді.
мұны мұқаңдардың бұндай баға беру ол кісіге өте ерекше. Biz mına Emre Kaşovbayev, İsa Baysak, Kalbe Kuvanışbayev, Kurmeder Jandarбек, bärimiz brigada köp çıkıp jüretmiz. Karagandı, Jezgazgan, Baygoňur, tepde mına Kırgızda da bolduk biz. Sonda Emre'den üýrengen Agaşayak degen bir än beretdi. Sonu aýtyp bereyim sana. Boyun koşar saydana Varağım mekanında aytıp koyuşunu badam eden Jatmalı bakav olsun daydana Kaldav 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 Kız gayda uy bali kız gayda Karajılmav degeredim Şu burundayız boldav Bola yazmayın artatpay İzdegenim kız boldav Bibayi bibayi bibav Bibay kız gayda Uy bayi kız gayda Şirkindayısın alsın almasan koy Ninde kodu deymesin Şirkin ay şirkiday Kudigam şat bürkün ay Boy paday Boy paday Bosaday Mekedede kazıbada Medim şaral Елубай аға өте бір қағылез адам болады. Осы жылдам, істеген ісінің бәрі жылдам. Саханада ал өмірді ақырен байсалды сондай адам болған. Алдар көсі спектаклінде ол көсі баяғыда бізден бұрын ойнап кетіпті. Алдар көсені ойнағанда ол көсі диванан ойнайды ғой. Қолында аса таяғы бар. Саханаға шығып, сол дивананы ойнап, осы Құдай сақтасын көзі аларып, өзі тура жын шайтан сияқты болып, кішкентай ғана рөл. Соның өзінде бүткіл халық ойпырмай дуэті қалады екен. Мынау әртіс ойнап жүр ма, әлде шын дивананың өзі ма деп сөйтетін көрінеді. Мұхтар Әуезов те жазыпты. Ол кісі депті, ол қарапайымдылығымен. Ол кісі оқымаған, туа біткен дарын, туа біткен әртіске лайықты біткен адамдар ғой. Жаңағы ел ағаңның өзі. Шақырайын-ау, мен жындау, көлдегі жатқан көп жындың-ау, көлдегі жатқан көп жындың-ау. Әлігі біздің ай, бәден-ай, айтқан бір сөзің-ай, хай, әдем-ау. Әлігі біздің ау, сары қыз, ағайынды шар барыңыз-ау. Хей, әлігі біздің сары қыз, жабағатам, жарадам, есірген күн бүгін, біздің күн бүгін, әрқайын күн бүгін, әлігі біздің сары қыз, қосетатам, жабағатам, жарадам, күн бүгін, біздің күн бүгін, әрқайын күн бүгін, әлігі сары қыз, жабағатам, жарадам, есірген күн бүгін, әрқайын күн бүгін, әлігі біздің сары қыз, қосетатам, жабағатам, жарадам, Осы фильмнен кейін ел жұрттың бәрі дүркіреп, Шәкенменен ел ағаңды ғана жұрт білет,
қаллекиде бір эпизод ойнады, қыздың әкесін. Ал енді сол бір Асаналы екеуміз осы бұрынғы Калилин көшесі болатын, қазір операның қасында. Ар жағында Елаған кетіп баратыр екен. Кетіп баратқан соң Асаналы Елаған кетіп бара жатыр деді. Соңғы өзі ой деп жаңағы бақсының дауысын салып кеп жібереді. Елаған жалт қарады. Жан-жанына қарап, ары қарады, бері қарады. О кісі бір қызығы түсінбесе аспанға қарайтын тұғын. Сол аспанда бірдеңе көріп тұрған сияқты болатын. Қасында тұрсаң, енді бар ғой, о кісінің күлкісін өлесін. Сонан кейін біз барып амандастық қой. Сен екесіңдер ғой дейді. Мен ойладым дейді, менен асқан бір тағы да біреу шығып қалды ма? Даусымды айтпай салдыңдар ғой деп. Ең жақын араласқан әріптес інілерінің бірі ұлы Шәкен Айманов болатын. Қос талант иелері өзара ғаламат сыйласқан. Әр жолы кино түсіру алаңнан оралған режиссер Аймановтың асыға бас сұғар шаңырағы қашанда Өмірзақовтар отбасы екендігінен хабарымыз бар. Атамекен көркем фильміндегі қария бейнесін әуел бастан Шәкен ағаның Елағанға телігені тегін емес. Атақты ақын Олжас Сүлейменовке арнайы тапсырыспен жедел жаздырып алған сценарийдің бас кейіпкерін дәл Елағаңдай трагедиялық, философиялық деңгейге көтерер актерға сеніп тапсыруы ұлы Шәкен Аймановтың бұлтартпас көрегендігі. Өмірзақов пен Айманов ойларының қапсыз тоғысулары осыны аңғартады. Туған елге деген сағыныш, тел топыраққа деген алаулы сезім фильмнің өн бойында толассыз жалынатады деп жазыпты көрнекті театр сыншысы Әшірбек Сығай. Бұл кісі мынау Шәкен Айманов, ұлы Кенжетаевтың өте сүйкімді әртісінің бірі болған. Қандай кино түссе де ішінде бір елекең жүретін Елубай Өмірзақов. Сол кісі мынау соңғы жылдарда Елағаңның ең шарықтау шыңына келген жылдары, творчествосы тоғысқан жылдары, өзінің шеберлігі және жас мөлшері, денсаулығы бәрі ең ұрып тұрған кезде, творчестволық шырқау биігінде тұрған кезде, Шәкен Кенжетаев осы Олжас Омарұлы Сүлейменовтің сценарий бойынша «Земля отцов» дейтін, аталар мекен дейтін фильм түсірді. Ол ұлы отан соғысы тарихы. Әлік сарың осы ма? Осы жігіт. Мәселеу. Әлікселем нешәлік. Қорғаусы мал жан аман ба? Қатын қалаш бала шағың аман ба дейін. Сен не немересің бей? Жоқ, әкесімін. Болсаң боларсың. Жүктерің неден көбет? Документтерің дұрыс бей? Дұрыс қой нешәлік, дұрыс. Менің атым Егор. Сондағы Елағаңның әрбір жүрісі, анау пойызда немересімен кетіп бара жатқан Елағаңның көзінен сағынышты көрсеңіз, ол кісінің көзінен ұлылықты көрсеңіз, ол кісінің көзінен анау баласының топырағын алайын деп іздеп бара жатқан, сол кезде ұлы соғыстан кейін біткен шаруаның әбден қирап атқан замандағы жаңғыз бір қазақтың ұлы ақсақалының бейнесін жасау, бұл дүние әлемдегі теңдесі жоқ рөлдердің біріне тура келеді. Бұны екінің бірі ойнай алмайды. Өзі мынау біздің совет актерларының ішінде Грузияның ұлы актері Закариадзаның әкесіменен бұл кісінің образы екеуі бірдей. Закариадзе философ, бұл кісі де философ. Осы жолмен келгенім әлі есімде. Табаны күректей 20 күн жүргенбіз. Кавказға жетуге 14 күн қалды. Санап келем. Қалалардан аман өтсем болғаны. Тау ішінде мені адам таба алмайды. Ел жұртының бәрі осында. Жалғыз өзің қайда барасың? Жасым болса келді. Өлер шағым жақын. Өз еліме барып өлсем арманым бар ма шіркін? Кавказ! Елубай Өмірзақов елбасына күн туған,
Ұлы Отан соғысы кезінде концерттік бригадамен Қанды қырғын даласына да барып қайтқан. Тіпті бір емес 2 рет. Еліған ұстаздарым, достарым естелік кітабындағы Майдан даласында шырқалған ән тарауында герман фашистері Совет еліне шабуыл жасағанда өнер қайраткерлері де қол қусырып қарап отырған жоқ. 1942 жылы маусым айында қазақстандық 14 адам Мәскеуге барып, одан солтүстік батыс майданына аттандық. Олардың ішінде Күләш, Жамал, Манарбек, Әнуарбек, өзім және бірнеше адам бар деп жазады. Аталған өнер иелері сол барған жерлерінде концерттер береді. Соғыс өрті жалмаған деревняларды, жапа шеккен тұрғындарды көріп, сұм соғысқа лағнет айтады. Қайтып келген бойда Майдан даласындағы Панфилов дивизиясы жауынгерлерінің өтінішімен 9 адам боп тағы жолға шығады. Құрамында жазушы Ғабиден Мұстафин, әртістерден Жүсіпбек Елебеков, Шәрипа, Қамаш Баубекова және тағы басқалар болған. Қаңтар айында 8-ші гвардиялық Панфилов дивизиясына да жеттік. Мұнда Бауыржан Момышұлы, Мұхамедияров, Жетпісбаевтар бізді қуана қарсы алды. Осы дивизияда өзіміздің көптеген жолдастарымызды кезіктірдік. Композитор Рамазан Елебаев та осында екен. Ол бізбен бірге болып, Жүсіпбекке жас қазақ әнін үйретті. Сөзін сол арада Ғабиден Мұстафин жазды деп еске алады. Ассалаумағалейкум. Алейкум. Ақсақал құмалақ аш берейін бе? Иә, шығыз. Балаңыз беді? Иә, балам еді. Бисмиллахиррахманиррахим. Аузу биллахи минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Оу жүреккен ол баладай, сен аман, деніне саурық беребей қақта қалам. Болғанда көйлегі тамағы тоқ, еш хабар естімейсін, аты жаман ей. Тоқта қария. Үйтіп шатаспа. Менің балам қайтыс болған. Соның сүйегін әкелуге сапар шегіп барамын. Сөйлейтін болсаң, жөн сөйле. Солай меді. Иманы сәлемет болсын. Жолаушы екенсіз ғой. Қасеке, намаз уақытысы болып қалды ғой деймін. Ал енді қалғандары Елубай Өмірзақов, Сергей Қожамқұлов, Қапан Бадыров деген сияқты магигандарымыз көз алдымызда жүрді де, біздің өнердің аталарындай жалпы театрды құрған үлкен ақсақалдар ретінде ол кісілерге тәуіп табынып жүргендей жағдайда болдық. Жаспыз, апыл-тапыл басқан қадамымыздың бәрін сол кісілер қадағалап отырғандай көретінбіз, және ол кісілердің көбіне ұялатынбыз, алдын кеспеуге тырысатынбыз, қос қолдап амандасуға тырысатынбыз, қолымызды алған күні қолымызды жумаймыз деген сияқты бір әзіл қалжың айтатынбыз араларымызда. Ал енді Елубай ағамыз бір кірпияз, сырбаз, өзін төгістан жүретін, көп сөйлемейтін, үндемейтін, сыртынан қарап қызығатын ағаларымыздың біледі. Енді аты дардай кімсің, Елубай Өмірзақов, Амангелді Имановты ойнаған ағамыз үлкен театрда, енді ол кездің патшасы Лениниді ойнаған сол кісі болды. Талай-талай рөлдерді ойнады. Ең бірінші халық артисі ол кісі. Ол кісі жайында көп білдік, бірақ шығармашылық жағынан келгенге де мен ол кісінің бірден бір жұмыс жасаудағы тазалығын жақсы көрдім, нақтылығын жақсы көрдім. Сонан соң артық ауыз сөзі жоқ. Өнерге деген бір үлкен жауапкершілікпен қоса, сол өнерде жүргендігіне өзін жауапкершілікпен ұстайтын. Яғни маған артынан жастар қарап жоқ, мен дұрыс жүрейінші деген сияқты нәрселер болған сияқты болып көрінеді. Я болмаса мен ойлаймын, олардың негізі тегі сондай болатынды. Өйткені олар халық арасынан шыққан, орысша айтқанда самородықтар, сары алтындар. Қазақстанның тұңғыш халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Елубай Өмірзақовтың еңбегін ел жұрты жоғары бағалады. Ол кезінде Ленин, Октябрь революциясы, еңбек қызыл ту, отан соғысы, құрмет белгісі ордендермен және бірнеше медальдармен марапатталған.
1980 жылы Қостанай облыстық филармониясына ұлы актер Елубай Өмірзақовтың есімі берілді. Қазақ халқының аса дарынды өнерпазының дүниеден өткеніне де 40 жылдан астам уақыт өтіпті. Бірақ көңілімізде де, көкейімізде, көз алдымызда оның сан ғасырларға ұласар кесек бейнесі, ол сомдаған кейіпкерлер жүр. Елубай Өмірзақов қазақ театр өнерінің жарқын рәмізіндей, күні бүгінге дейін ұлттық рухымыздың еңсесін көтерер ірі тұлғалардың бірі, әрі қазақтың тұңғыш халық әртісі ретінде театр тарихында мәңгі қала бермек.